Біз естіп жатырмыз, өз концертіңізге көптеген атақты адамдар шақырғалы жатыр екенсіз. Ал енді сол адамдармен келісу қалай болып жатыр? Енді әр нәрсенің қиыншылығы болады. Қанша таныспыз, қанша ағамыз, қанша ұстаз болса да, әрқайсының өзінің орны бар, салмағы бар. Қиыншылық жерлерде болып жатыр. Кейде өзім күтпеген дүниелерді естіп жатырмын. Біреулер жаңа плакатта астында тұрмын, неге үстіне қоймадыңыз? Келіспеушіліктер болып жатыр, бірақ оның бәрі келісіп түсіндіріп жатырмыз. Себебі концерт болғаннан кейін жалғыз адамға бәрі қиын. Қазақта сөз рас екен, жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас деген көппен бітетін шаруа. Топ керек, құрама керек, команда керек, сонымен бәрін айналысып отыратын. Рахмет, бұйырса келеді, кешімде. Бәрі оңай болып жатқан жоқ. Сіз ойлағандай емес, әр заттың өзінің қиындығы бар. Шүкір, қолдап келем деп жатқандар бар. Бұйырса сол концертте көресіздер. Рахмет, барлығы түсінікті. Ал енді өзіңіздің қазіргі жағдайыңыз қалай? Негізі үлкен сынаққа түсіп жатырмын деп айтсам болады. Өнер жолында енді қиыншылықтар болып жатыр, оңай болып жатқан жоқ. Әдептілік сақтау, мәдениет сақтау, сабырлық сақтаудың арқасында шаруаларымызда жай бітіп жатыр. Барымызша дұрыс, әдемі, таза, пәк дүние өнерімізді көрсеткіміз келеді. Манада айттым ғой, шын өнер адамның артында лаңда қалмайды, шаңда қалмайды, тек өнердің жұпар иісі қалу керек. Бұйырса сусындатам деген ойдамын. Келіңіздер. 1 желтоқсан күні Алматы қаласында баршаңызды күтемін. Өте жақсы кештің куәсі боласыз деп ойлаймын, қадірлі ағайын. Келіңіздер.